Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Мынау Facebook деген жақсы нәрсе. Содан бір осы қазір тамашалап жағамды ұстап отыр, мен шыны керек бөлісейін деп өздеріңізбен. Анау рухани жаңғыруды біз қолдаймыз. Латын әріптеріне көшкеніміз жақсы болды. Біздің тілді латынша жеткізіп, біздерге фанаттарымыз жіберіп жатыр дей ма, құдай-ау, бірдеңкені айтып шықты. Анау албасты 91 тобының мүшесі бір шашын бояп алған ананың бар ғой, рухани жаңғырудан садаға кет деген келеді, ананың түріне қарасаң. Біздің рухани жаңғыру деп өзінше бірдеңкелерді айтып жатыр, бірақ оның айтып отқанын түсініп тұрғанына вроде мен 100% сенімдімін бар ғой, оның өзі түсініп тұрған жоқ не айтып тұрғанын, бірдеңкені оқып тұр әйтеуір. Не болса да өмір жасы ұзақ болсын, біздің елдің азаматы ғой, бірақ сондай азаматтарды орнына қою, тәрбиелеу, мына барша дүйім жұрттың біздің міндетіміз деп білем. Рухани жаңғыру деген ағайын, ол біздің ұлттық кодымызды, рухани өзіміздің құндылықтарымызды сақтай отырып, болашаққа бағдар, айқын бағдар. Мынау заман талабына сай біздің мемлекетті алдыға қарай жетелеп, дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосу. Кезіндегі ол баяғы алаш арыстарының армандап кеткен жолы, былай қарап тұрсаң бар ғой. Ахмет Байтұрсыновтың, Әлихан Бөкейханның, алаш ардақтыларының сол армандап кеткен, 100 жыл бұрын армандап кеткені бүгін міне Аллаға шүкір елбасының арқасында жаңғырып жатыр. Анау енді анау айтып тұрған анау албасының бар ғой, енді соңынан ерсең, сен болашақты күліп бұрынғы ұмытып қаласың, ана шыны керек. Не деген анау кішкене Сайлаубекті әкеп қоймайсыңдар ма? Сол бірдеңесін айтқан кезде ел күліп алатын еді кішкене. Түсінбесең де әйтеуір кішкене рахаттанып қаласың да. Рахаттанбайсың ғой енді бұлай. Ол Сайлаубек анадан әдемі кішкене айтады. Өзінің айтып тұрған өзі түсінбесе де елге де түсіндірмейді ол. Мынаның айтып тұрғанын біреу түсінсе, басқаша түсініп кетсе, енді құрдымға кетті деген сөз ғой. Ананың соңынан ерген адам болашаққа бармақты күліп бұрынғысын ұмытады. Қай ата бабаң сен шашын бояп, қызы құсап быт-шыт болды? Кімдер ондай болды? Кімдер ондай болды? Айтып атқан әні ма, жаңылтпаш па, болмаса анау кілең дауыссыз дыбыстар жинап алып бір алфавит жаттық айтып атыр ма, мен түсінбеймін аналардың не айтып атқандарын бар ғой. 91 тобы.